Сәлем баршаңызға достар. Бүгін мен өзімнің палау жасау әдісімен сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Қажетті азық-түліктерімізді видеодағыдай турап дайындап аламыз. Мен қойдың төс сүбе етін қолдандым. Дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, зира, тұз және сары мейізді қолдансаңыздар болады. Менде сары мейіз болмағандықтан қара мейізді қолдандым. Және де күрішімізді 2-3 қайтара жылы сумен жуып, 1,5 ас қасық тұз салып, жылы суға салып қоямыз. Қызып тұрған қазанымызға құйрық майды салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Қуырылған құйрық майды алып, жеке ыдысқа саламыз. Қазанымыздың ішіне сұйық майымызды құйып, майымыз видеодағыдай қызғаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Пиязы 5-7 минут аралығында жақсылап тұрып, қызарғанша қуырып аламыз. Палаудың толық рецептісін описаниядан қарасаңыздар болады. Пиязымыз видеодағыдай қызарғаннан кейін үстіне етімізді салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және дәміне қарай тұзымызды салып, 40-45 минут жай отта бұқтырып қоямыз. Кейін солонка ретінде туралған сәбіздерімізді салып, дәміне қарай дәмдеуіштерді салып, 1,5 ас қасық тұзымызды салатын боламыз. 1 стакан ыстық қайнаған суымызды құйып, 1 үлкен чесногымызды салып, жай отта 30-35 минутқа бұқтырып қоямыз. Жуылған күрішімізді жақсылап тұрып орналастырамыз. Дәміне қарай зира және жарты ас қасық тұзымызды салып, күріштің бетінен қатты аспайтындай қайнаған суымызды құямыз. Және жай отта 15-20 минут бұқтырып қоямыз. Суы тартылғаннан кейін күріштердің барлығын бір жерге жинайтын боламыз видеодағыдай. Кез келген затпен күріштің ортасын ашып, видеодағыдай 10-15 минутқа жай отқа бұқтырып қоямыз. Біздің шашыраңқы болып піскен палауымыз дайын. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.